Бірінші, өзіңіздің салаңыз бойынша сізді қандай мәселе, проблема қызықтырады, қандай тақырып қызықтырады. Мгм. Біз өзіміз ғылымды бір анандай музейде тұратын бір антиквариат зат қылып қойғанбыз да. Мгм. Келген адамға жоқ жоқ ұстама шаңғыласын, ұстама бұны шаңғыласын деп қуып жібереміз. Мгм. Ол жоқ, ол ғылым деген ол шаңғылатын, бұзатын, құртатын нәрсе емес. Біз ғылымға келген адамның мотивациясына жоғалтып алмауымыз керек та. Ал 60-70% қорғамауының себебі біз PhD бағдарламасын дұрыс ұйымдастыра алмауымыздан себебі. Мгм. Бұл бір, екіншіден жоғарыдан әбден библиометриялық қысымға тіреп қойғанымыздың нәтижесі. Бір жаңағы скопусқа байлап мына зерттеу жасағанда сізде мақсат библиометрия болмау керек. Бізде ғылымды өкінішке орай скопустағы хиршамен өлшейді. Жас ғалымдар да сұрайды, сіздің хиршаңыз қанша деп, аз болып жатса, Айтқанда сіздің хиршаңыз қанша? мен хиршам 7, Аха, бұл жақсы. хирша 10 жылда келді. Ол әр жылда бір хиршадан, себебі әр ғылыми еңбек жазылған сайын Бұл да, значит, бір өлшем хирша болып тұр ғой. келді. Иә, мүмкін ол да өлшем, иә. Бірақ ол жаңағыдай ғылыми жұмыстың Негізгі өлшем емес нәтижесімен дейсіз ғой. келеді. Иә. Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Бүгін бізде Президент жанындағы ұлттық ғылым академиясы Қазсайенс подкастында қонақта ғылым комитеті, экономика институты, зерттеу лаб зертханасының меңгерушісі, PhD докторы, болашақ бағдарламасы ДАТ стипендиясының иегері Молдабекова Айсұлу ханым келіп отыр. Қош келдіңіз, Айсұлу ханым. Қош келдік. Бүгін өте қызықты тақырып. Жалпы жас ғалым, ғылым саласындағы қордаланған мәселелер бар. Жалпы Қазақстандағы ғылымның жай-күйі бар. Одан бөлек әлеуметтік ғылымдар оның ішінде мәселесін қарастырамыз. Оның ішінде экономика саласы бар, әлеуметтік ғылымдар бар. Ең әуелі ғылымға бастамас бұрын, ең әуелі бірінші өзіңізден бастайық. Жалпы Айсұлу ханым, ғылымға қалай келдіңіз? Кенеттен келдіңіз бе, жоқ әлде белгілі бір мақсатпен, оқушы кезіңізден армандап мақсат қойып ғылым саласына бет бұрып келдіңіз бе? Және қай салада қандай зерттеумен айналысып жатсыз, қандай тақырып зерттеп жатсыз? Осы турасында айтып берсеңіз. Иә, ғылымға деген қызығушылық мектеп, университет қабырғасында болды. Сол кездегі сынып жетекшілерім, оқытушыларым олимпиададан олимпиада зерттеу жұмыстарын жасап, сондай қызығушылық болды. Ал нақты ғылымға бағытым, поворот дейді ғой, осындай бағытымның нақтылануы ол Мәскеу мемлекеттік университетінің аяқтап елге келгеннен кейін менің алдымда 3 бағытта таңдау тұрды. Яғни бұл жақта Мәскеуде қандай? Мәскеуде Не оқыдыңыз? мен магистратура оқыдым, болашақ бағдарламасы бойынша. Соны оқып келгеннен кейін маған алдымда таңдау тұрды. Университет, ғылыми зерттеу институты немесе жеке зерттеу ұйымдары, жеке сектор. Сол кезде менің таңдауым ғылыми зерттеу институты болды. Оған маған ықпал еткен өзімнің әкем Молдабеков Тұрсынбай деген кісі, сол кісі болды. Сол кісінің кеңесі. Иә, сол кісінің маған айтқаны, әрине ғылымда қазір ақша жоқ, басында болмайды, бірақ сенің талабыңа осы ғылымға барған дұрыс-ау қызым деп бір ғана сөз айтты. Сол сөз мені жетектеп институтқа барды. Сол институтқа келгеннен бірден кіші ғылыми қызметкер. Экономика институты. Иә. Кіші ғылыми қызметкер деп сол күні бұйрық шығарып, енді ол кезде ғылымға өз сұранып келе беретіндер аз шығар, білмеймін. Қарыз аз ғой өйткені. Қай жылдары бұл? 28 мың теңге. Мен сол күні маған Қай жылдары? 2013. 2013, иә. 2013 жылы бірден мені кіші ғылыми қызметкер жұмысына алып, сол күні бұйрық шығып, 28 мың жалақы тағайындалып, мен белсене жұмысқа кірісіп кеттім. Сол ғылым институтында сағат 8-9-10-ға дейін қалып жұмыс істеп, солай барымды салып, солай жұмыс істеп жүрдім. Себебі үлкен ғалымдардың арасында жүру, оларды тыңдау маған бір қызық болды да. МГУ-дан кейін ол бір менің
мынау жастық энтузиазм бар, максимализм бар иә дейсіз ғой. бір сондай бір елге келіп бір тау қопарам деген ниетпен келгенде дәл сол бүкіл аптығымды сол ғылым басты деп айта аламын сол кезде. Сөйтіп сол ғылымда солай қалып қойдым, солай сол кезге Таңдауыңызға келдім. өкінбейсіз бе енді? Таңдауыма өкінбеймін. Яғни ғылым. Себебі сол кезде дәл маркетинг бизнеске зерттеуге кеткен достарым да бар, сол жаққа таңдаған. Бірақ олардың қайтып ғылымға келуі қазір қиын болып жатыр. Олар 10 жылдан бері айтатын, біз осы саланы зерттеп уже шаршадық дейді да. Маған ұнайтыны ғылымда бір тереңдік бар да. Ал зерттеу бизнесте жақсы әрине, бірақ ол жақта бәрібір сіз тапсырыс берушінің қажеттілігімен шектелесіз. Ал ғылымда сізде тақырып ұсынуға, өзіңіз Шығармашылықпен қалаған айналысуға дейсіз ғой. иә бір еркіндік бар. еркіндік бар. Әрине қаржылық аздығы, ол қаржылық тұрақтылық, ол ғылымда жылдардан кейін келеді. Әрине сізде кемінде магистратура болу керек деңгей, одан кейін докторантураға түсуіңіз керек міндетті түрде, оны сәтті қорғауыңыз керек, одан кейін барып Оның өзі бір асу дейсіз ғой. одан кейін барып бір ғылыми жобаларды алуыңыз керексіз. Яғни бұл жолдарда сізге бір 15 жылдай сізге бір қаржылық мүмкіндігіңіз болу керек, болмаса сондай ішкі энтузиазмыңыз жоғары болу керек. Сонда ғана ғылымда бір ары қарай бір тұрақты жалақыға жетесіз деп айта аламын. Енді көпшілігі оған шыдамай 1-2 жылда кетіп жатады бизнеске, тағы басқа салаға. Енді әркімнің өз таңдауы ғой. Жақсы. Яғни ғылымға келу үшін бір үлкен мақсат болу керек деп тұрсыз ғой. Энтузиазм, одан бөлек жаңа стратегиялық план мақсат емес, деген сияқты. бір ғылымға қызығушылық, Қызығушылық, мотивация, ішкі мотивация болу керек шығар. Жақсы. Түсінікті. Енді дұрыс екен, өйткені ғылым саласы жаңа атап өттіңіз, шындығында бірнеше жыл алдын, 10 жыл алдын, немесе 15 жыл алдын ғылымға қаржы өте аз бөлінетін, елдегі ғылыми ахуал өте қиын жағдай еді, сын көтермейтіндей. Қазіргі соңғы 3-4 жылда мемлекет тарапынан ғылымға көп жақсы қаржы бөлініп жатыр, ғылыми жобаларға, жас ғалымдарға баспана мәселесі, әлеуметтік көмек, әртүрлі бөлек 500 ғалым жобасы аясында шетелге ғалымдарды кадр дайындап жатыр. Өзіңіз де сол болашақ бағдарламасымен барып оқып қайттыңыз. Немесе одан бөлек көптеген жас ғалым жобасы, арнайы жас ғалымдарға арналған министрлік жоба бөліп, ол жобаны тек жас ғалымдар ғана қатысып жүзеге асыра алады. Одан бөлек көптеген жаңа мүмкіндіктер мемлекет тарапынан, жаңа баспананы айттық. Одан бөлек бізде президент жанында ұлттық ғылым академиясы арнайы жас ғалымдар кеңесін құрып, осы жылдың басында кеңес қазір республикадағы ең белсенді жас ғалымдардың бәрін біріктіріп, сол жас ғалымдар кеңесінің аясында әр бағыт бойынша жас ғалымдардың жұмыс топтары бар. Соның жұмыс тобының ішінде сіз өзіңіз де белсенді қатысып, әсіресе әлеуметтік гуманитарлық бағытта белсенді қатысып келе жатсыз. Яғни қазір жас ғалымдардың шоғыры елде қалыптасты. Жас ғалымдар, жастар яғни ғылымға келе бастады. Соңғы осы 1-2 жылда, 2-3 жылда. Енді мемлекет тарапынан жақсы көңіл бөлініп жатыр, мемлекеттен қаржы бөлініп жатыр, жас ғалымдарға қолдау жасалып жатыр. Енді бірақ әлі де қордаланған мәселелер көп бізде, елде, ғылым саласында әсіресе. Оның ішінде жастар көп кездесіп жатады. Сол қандай нақты қазіргі уақытта жас ғалымдардың арасында жүрсіз? Бізде қордаланған мәселелер бар, және сол мәселелерді сіз қандай шешу жолдарын ұсынатын едіңіз? Яғни өзіңіздің тәжірибеңізден айтсаңыз болады, немесе ортаңыздан айтсаңыз болады. Жастардың ғылымға келуінде жақсы тенденциялар бар. Дегенмен де бұл жастар әлі де болса бір ғылымды бір кәсіп, сала, маман деп таңдамайды. Көбісі магистратурадан кейін мысалы немесе ғылыми жаңағы атағына қызығады, мансабына қызығады, немесе қазіргі жоғары стипендиясына қызығады. Осы сыртқы факторларын көреді да, сосын түсіп алғаннан кейін барлығы айтады, сен мақала шығаруың керек, мақала деген бір библиометриялық қысымға ұшырайды. Бұл қысым, қандай қысым? Сен мақала шығарып, бірден мүйізі қарағайдай ғалымдармен бірге ғалым болып солай шығаруың керек деген. Ал біз көбіне жастардың
олардың алдына ондай мәселені емес, сен бір мәселемен зерттеу жасауың керек деген бір сондай бір мақсат, сондай Мгм. Талап. иә, сондай мәселені қоюымыз керек та, сіз бір зерттеу жасауыңыз керексіз. Сіз бұл жерде мақсат бірден үлкен Нобель сыйлығын алуың емес деп. Мгм. Әйтпесе біз докторлық PhD жұмыстарға деген талапты өте қиындатып жібергенбіз да. Оның PhD-ға түскеннен кейін көп адам даже кейбіреулер бас тартып кетіп жатады. Мгм. Әйтпесе жақсы дайындығы бар кісілер. Мгм. Бірақ кетуіне талап бұл қысым, библиометриялық қысым, жаңа административті қысым, жетекшінің қысымы. Бізде докторанттар қысымның арасында өмір сүруде. Мгм. Бұл қиын. Бізге оны шешу үшін біз мына зерттеу жасаудың қызығын көрсетуіміз керек оларға. Зерттеу жасаудың вайбына кіргізуіміз керек. Ол үшін жайлап бір мәселесі бойынша келген адамды біз оны сен ағылшын білесің ба, сен мынандай мақала оқыдың ба, мынаны таныссың ба деп біз кетірмеуіміз керек жастарды. Мгм. Ол келгеннің өзі керемет нәрсе да, ол жастың келгенінің өзі. Енді соған біз кішкене оның отын жағып жіберсек, ол бала үлкен нәрсе жасайды. Біз Жақсы. соны жасай алмай жатырмыз. Жетекшілер, институттар, университеттер, мына мемлекеттік басқару жағынан болсын, бізде тек жаңағы талап бар, осындай шығару керек деген. Ал бірақ сіз зерттеу жасау арқылы сол өзіңіздің деңгейіңізде бір мәселені шеше аласыз, сол бір қоғамның дамуына бір үлес қоса аласыз деген бір мазмұндық контент айтпаймыз да, тек біз оларға қысыммен жаңағы шығарамыз. Одан біз нәтижеге жетпейміз. Олар тіпті көп хабарласады. Осы Scopus шығарудың жаңағы қаржылай мүмкіндіктері бар ма? Сатып алуға бола ма? Scopus'ты, PhD-ді менде бәрін табам деген. Сондайға өтіп кеттік та. Ал ол Scopus негізгі мақсат емес. Мақсат PhD-ға қойылатын бірақ талап бар. Тәуелсіз зерттей жасау алу қабілетін көрсету. Негізі оны жасай алады. Осы жерде бірақ мәселе, біз оған қолына құрал бермейміз, әдіснама бермейміз, әдістерді үйретпейміз, статистикалық талдау бағдарламаларын көрсетпейміз. Сіз оларды көрсетіп үйретсеңіз, ол балдар 1-2 айда ғана соның бәрін меңгеріп алады да, как мозаика сияқты өзінің білімін, практикасын қойып сізге PhD жазып береді. Бірақ ол PhD жазғанда да біз оны қатты бүкіл лупамен қарап, бүкіл талабын бірден академиялық жоғары еңбек күтеміз да, біз өйтпеуіміз керек. Мына PhD-дің структурасы талабы бойынша негізі мына теория, әдіснама, нәтиже, соған салу керек. Біз бірақ оған салғанда да соған бір шағын, бір нақты тақырыппен зерттеу жасаса да, сонда бір узкий дейді ғой, сондай тақырыппен жасаса, онда зерттеушінің PhD-дің өзіне де қызық болады. Сосын мына жұмысты жазу да оңай қызық болады. Нәтиженде нақталады. Әйтпесе біз әр аттестациялық кеңесте немесе мына ғылыми семинарда сен 2-ақ теория қарадың ба, сен 15 кітап қарауың керек деп бір қиындатып жібереміз. Өзіміз қиындатып отырмыз. PhD жұмыс деген мысалы мына Scopus мақаланың бір шағын үлгісі ғана, негізі таратылған үлгісі да, кеңінен жазылған үлгісі ғана. Бірақ PhD жұмыстың структурасы имратқа дәл келеді. Теория, әдіснама, нәтиже, сосын бізде сәл ұсыныс күтеміз, ұсыныстар айтыңыз деп. Осы ұсыныс қана бізде жаңашылдықта, басқа деңгейінің бәрі ол өте жазуға болатын керемет дүние да. Мысалы, мен өзім мысалымды айтып өтейін. Мен PhD тақырыбын таңдарда маған Қазақстанның логистикалық жүйесін бағалауды ұсынды да, сондай модель жасауды мен көп ғалымдардан сұрадым, не тақырып зерттейін деп. Сонда бүкіл Қазақстан логистикалық жүйесін мен бір диссертацияда жазып, бүкіл мына Қазақстанға заңдарға бүкіл заң, модель, концепциялар жасауым керек екенмін да 3 жылда. Ол былайша айтқанда өте қиын нәрсе. Бір институт жасайтын нәрсе ғой, үлкен ауқымды. Бірақ сіз дәл қазір ашып көп диссертацияның тақырыбын көріңізші. Өте 10 ғалымның басы қосылса, жасау қиын дүниелер. Өте ауқымды. Ауқымды дүние. Оны сондықтан мен одан логистикалық жүйеден, мысалы, логистикалық инфрақұрылымға түстім. Логистикалық инфрақұрылымнан мен логистикалық қызмет жасауға көштім, сервисқа. Сервистан кейін нақты Қазақстанда осы сервис қай жерде маңызды деген сұрақ
туды да. Содан қарасақ, Қазақстан мен Қытай, біз енді негізгі сауда айналым Қытаймен. Сол логистика. Қытаймен шекарада бізде терминалдар бар. Мысалы Харгос, сол Харгостың екі зонасы бар. Жеке адамдар өтетін, логистикалық тауарлар өтетін. Сол тауарлар өтетін жағы, сол жерін зерттеу қызық болды. Енді осы ғылымда бұл қалай көрініс табады десек, бұны ғылымда құрғақ порттар деген термин бар. Ал біз көбіне мына су порттарын жақсы білеміз, Ал бірақ сіз екінші сұрағыңызға өтіп кеттік ау деймін, айта берейін ба, ары қарай зерттеу жұмысым туралы айтып кеттім ау деймін. Негізі сұрағымыз сол, әрі қарай сұрақ сол еді. Жалпы өзіңіздің зерттеу тақырыбыңыз, нені зерттеп жатсыз? Қазақстанда сіздің зерттеу тақырыбыңыз қаншалықты актуалды, өзекті деген сұрақ. Соған сол өзім тақырыбыма қалай өтетін мысалымда өтіп кеттім негізі. Себебі мен жаңағы бүкіл докторанттар бұлай қиналмасын дегенмен айтып жатырмын да, ол сізге жетекші ұсынған тақырыпты емес, өзіңіз бір нақты мәселені практикалық іздеп көріңіз сол сала бойынша. Сосын сол мәселені келіп жетекшіңізге айтсаңыз, немесе сол мәселе бойынша мен құрғақ порт деген сөзді білдім ба, содан бүкіл ғылыми базаларды қарап шықтым, қандай еңбектер бар деп. Әлемде толып тұр, Қазақстанда аз. Бір ғана магистрант жазған, одан кейін жазылмаған да. Сосын ойладым, құрғақ порттарды ғылыми айналымға енгізіп, соны дамыту керек екен ғой. Әсіресе құрғақ порт бұл мына тұйық ел, Қазақстан теңіз жолына Каспий арқылы ғана шығады, әйтпесе үлкен мұхитқа шығамайтын Қазақстан сияқты мемлекеттер үшін маңызды. Ал былай мемлекеттік құжат жағын қарасам, Қазақстан халықаралық құрғақ порттар сондай құжаттарға кіріп, мына Харгос, Даму, Екі порттары статус алған, бірақ ғылыми жағы зерттелінбеген. Сол кезде міне research gap деген осыдан шығады. Gap екі түрі бар: практикалық, теориялық. Теориялықты қарасам, бұл әлемде зерттелінген, көбіне мына Малайзия, барлық Сингапур, Америкада да портты мемлекеттер жақсы зерттеген, бірақ ол даже тіпті сол портты мемлекеттің ішінде жаңағы құрғақ портты жасағандар да бар. Екі порты бар да, теңіздің, мұхиттың қасында теңіз және құрғақ порты. Ал сондай пробел дейді ғой, сондай зерттеудегі бір кемшін тұс осы орталық Азия мемлекеттеріндегі құрғақ порттар дегенде жоқ екен да. Сол кезде мен бірден сол күні мен Қытай мен Европа, Қазақстан бірлескен жоба жасаймын деп ояндым да. Сондай да бір эврикалар болды да. Бірақ сол ниетімді жайлап сол PhD жұмысымда жаздым. Сосын сол PhD жұмысымды сол Қарғосқа бардым, құрғақ порты жағына өтіп, бақылау жасап, опрос жасап, бүкіл әдістерім қолданып солай жасадық. Сосын бізде Казлогистикс деген логистердің үйімі бар, оларға да ұсынысымды айттым, олар жасайық деп. Жақсы. Жаңағы бірінші сұрақты түйіндеп алайық, екінші сұраққа көшеміз. Жалпы бірінші сұрақ бойынша шындығында Қазақстанда шындығында кадр дайындау мәселесі проблема бар екендігін атап өттік. Әсіресе докторантура. Докторантура дегеніміз ғылымға кәдімгі бет бұрған адамдар ғой. Докторантураға жай адам келмеу керек. Магистратура жарайды, енді бакалавриат, магистратура енді жоғары білім деп есептейік. Бірақ докторантура дегеніміз, яғни батыс елдерінің тәжірибесін алсақ, докторантураға түсетін адам саналы түрде өзі таңдап, белгілі бір ғылыми жобаны ұсынып, ғылыми жетекшіні бекітіп, сонымен жұмыс жасайтындай мақсатпен барады. Енді бізде жаңа атап өткендей, докторантураға түсуге ерікті түрде таңдап түсіп жатқандар да бар, бірақ басқа да әртүрлі себептермен, мүмкін стипендиясы бар, мүмкін уақыт өткізуі бар деген сияқты, мүмкін біреу керемет бір үлкен бір нәтиже, достижение деп көре ме, яғни түсіп жатады докторантураға. Бірақ нәтижесіне келген кезде сәтсіз шығып жатады. Яғни әртүрлі деректер бойынша қорғап бітірген докторанттардың 60% қорғамай жатыр, 60%-дан асығы деп айтуға болады. Яғни сонда бұл жерде сіз жоғарыда атап өткендей, университеттер, оқу орындары докторанттардың қызығушылығын оятатындай әдістерді, методтарды қолданбайтын болып тұр ғой сонда. Яғни дұрыс жеткізбейді, немесе дұрыс қызықтырмайды. Айтқандай отын жағып жібермейді докторанттардың. Сондықтан көп жағдайда докторанттар өзі әртүрлі себептермен түсіп қалған докторанттар, одан бетер докторантурада бір сәтті нәтижелі қорғап кету емес, соңында бітірмей тастап кету не алып келіп жатады. Енді жақсы, мұны жаңа сіз айтып өткен ұсыныс
өте орынды ұсыныс деп ойлаймыз. Шынында бір нәрсе докторант. айтып өтейінші, Мгм. жаңағы біз PhD докторантураға келетін адамдар тек ертең ғылыми академияда жұмыс істейді деп ойламауымыз керек. Мгм. Бұл әлемдік тенденция. PhD-лер екі бағытта жұмыс істейді. Олар ертең индустрияға да кетуі мүмкін. Мгм. Иә, мемлекеттік саясатқа да кетуі мүмкін. Ал ғылымға басым бағыт әрине ғылымда қалу керек, сондай мақсат. Мгм. Сондықтан мына ғылымға түскен, PhD-ға түскен адамның барлығы ертең профессор, академик болады деп ойламауымыз керек. Е, Олар ары қарай тіпті индустрияға, мемлекеттік саясатқа кетсе, құптан құба құп. яғни, Бұл әлемдік тенденция. е, Біз оны да қоштауымыз керек. дұрыс. Бірақ сол деңгейде ол мына теория мен практиканы ұштастырып, бір зерттеу жасап кетуі керек. Сол ғылымға да практикасына да бір үлес қосып кетуі керек. Өте дұрыс. Иә. Иә, Қаныш Имантайұлы Сәтбаев, енді Қазақ ғылым академиясының негізін қалаушы, академик Сәтбаев атап өтеді жастарды. Сәтбаев өзі академик болып қаншама ғылым академиясына кадр дайындау ісіне араласқан, қаншама жастарды Мәскеуге, Ресейге оқуға аттандырып, сол жақта оның кандидатскийін қорғау, докторский қорғауы бар, барлығын қадағалап өзі тікелей араласып отырған. Сонда жастарға қоятын бірден бір талабы мынандай екен. Мысалы Шахмардан Есенов, одан кейінгі президенті болған академияның. Есеновті алғаш жұмысқа келген кезде, атасы жұмысқа алып келген кезде, жаңағы бірден бір талабы болған екен, барып, барлау ісінің мамандығы енді, барып, кен барлау, барып кен орнына барып, сол жақтан практиканы өтіп, одан кейін ғана кел. Яғни ғалымдар тек қана кабинетте отырып, Иә. жаңағы бір жаңалық жазып, кітап жазып қана емес, нақты өндіріс орнына барып, сол оқыған теорияңды өндірісте қолданысқа енгізіп, яғни жасап көру. Яғни теория мен тәжірибе, практика бір-бірімен сабақтасу керек деген мақсат талап қойған екен Сәтбаевтың өзі, ғалымдарды кадр дайындау ісінде. Яғни Сәтбаев қалыптастырған кадрлардың барлығы шындығында өте үлкен кадрлар. Қазақстанның бергі ғылым академиясындағы үлкен ғалымдар болып қалыптасты, ғалымдар шоғыры. Иә, өте дұрыс тәсіл. Біз мына ғылымға бизнестен келген, сосын мемлекеттік басқару тәжірибесімен келген адамдарды кеудесінен итермеуіміз керек. Бізде оларды ғалым санатына, докторант санатына қосқысы келмей жатады. Сен бизнестен басқа не білесің? Мына билік үшін аппараттан келдің дегендей. Жоқ, олар үлкен тәжірибемен келіп отыр. Сіз оған тек бір ғылыми негіз беруіңіз керексіз, жол сілтеп жіберуіңіз керексіз. Сондықтан біз барлық мына жоғары оқу орындарында, әсіресе осы PhD докторантура бағдарламасында мына зерттеу әдіснамасы мен әдістерін, зерттеу құралдарын оқытатын сабақтарды барынша бір тиімді жүргізуіміз керек та. Иә, ана келген адамды қорқытпайтындай. Әйтпесе бірден біз керісінше оларды мотивация беретін, қызықтыратындай дейсіз ғой. қызықтыратындай. Мен мысалы маған ұнайды докторанттармен жұмыс жасаған. Себебі оған үлкен адамдар келеді да көбіне, бір нәтижесі бар. Сонда мен сұраймын, сіз не істей аласыз деп, не мәселеңіз бар деп. Ал мына жағынан қорықпаңыз дейді да. Ол айтады, мен ғылымды меңгермеген, білмеймін деп. Білудің қажеті жоқ деймін. Сіз құралдарын алыңыз, сол құралды, тақырыпты терең зерттеген сайын, ол әрбір құралдың керегін алады да жасай береді. Құрал, методология деген ол бір қалып қана. Ал ол қалыпқа салатын сіздің өніміңіз, тәжірибеңіз бізде мына докторанттарда бар. Мен ол докторанттарды жаппай жамандаудан, олар жұмыс істемейді деуден мен аулақпын. Біз олардың барлығын осы ғылым академиясында, институттарда отыратын адам деп ойламайық. Олар ертең кетеді, бизнеске кетеді, мына неге госаппаратқа кетеді. Ол керемет. Ол Қазақстанда ғана емес, ол әлемде бар тәжірибе. Ол өте дұрыс. Өйткені кез келген өндіріс саласына болсын, мемлекеттік басқару саласына ғылыми потенциалы бар адамдар барған кезде ғана ол жақтың проблемаларын терең олар не қылады, зерттей алады, оны алады, оны іштей жетілдірудің әдіс тәсілдерін ұсына алады. Яғни кез келген қызмет орнында тек орындаушы болмау керек қой. Яғни тек орындаушы ол жерден креатив шықпайды, ол жерден бір ғылыми негіздеме шықпайды. Мысалы мемлекеттік қызметте болсын, өндіріс саласында болсын, шындығында сіз айтып отқандай ғылыми потенциалы болса, оның ғылыми жаңағы мүмкіндігі. Қазақ бір-ақ ауыз сөзбен айтқан, оқыған адам деп. Ал ғылыми оқыған адам, ол терең білетін адам да бәрібір. Әрі қарай ол ұқсата алады сол істі. Жан-жағын көре алады, ұсыныс айтады мысалы. Жақсы, енді
өзіңіз осы салада жаңа тақырып, зерттеу тақырыбыңызды атап өттіңіз. Шындығында өте қызықты тақырып. Иә. Қазір Қазақстанда Бірақ оған мен ай сайын түстім да. Мгм. Күнде бір тақырып тереңдей беріп, нақты бір тақырыпқа бір 5-6 айда жеттім да. Сондықтан мына докторанттарға тақырып таңдауда бір 4-5 ай мүмкіндік беру Мгм. керекпіз. Бір нақты тақырып яғни таңдауға. Қазақстанда жалпы көптеген мемлекеттерде де бар проблема бұл тақырып таңдау мәселесі. Яғни докторанттар жақсы оқуға келеді. Бізде енді уақыт аз, уақыт беру мүмкін тақырып таңдауға біріншіден. Екіншіден, тақырып таңдаған кезде көп жағдайда өте бір ауқымды тақырыптар алып жатады. Жаңа өзіңіз де атап өттіңіз, шынымен ауқымды тақырып алады. Ол ауқымды тақырыпты зерттеп түсінгенше докторантурасы бітіп қалады. Иә. Нақты қысқа ұғынықты бір нәтиже алатын жаңағы фокус бір нәрсеге берілетіндей нақты тақырып алса, 3 жылда мүмкін сол тақырыпты зерттеу барысында бір нәтижелі результаттар алуға болатын беті мүмкін, иә. Иә. Сондықтан бізде шындығында осы мәселелерді жүйелі түрде докторанттармен жұмыс жасайтын мүмкін жетекшілердің немесе мүмкін оқу орындарындағы бір проблемалар бар ма, или докторанттарда проблема бар ма осыған байланысты. Мысалға, сіз жаңа өзіңіз тәжірибеңізді айттыңыз. Мен әр уақыт өткен сайын ауқымды тақырыпты Кең кең тарылта тақырыпты нақтылай бердім, тарылта бердім деп. Ақырында ең соңында бір тақырыпты алып, нақты сол тақырыппен нәтиже алдық Иә, деп. құрғақ Яғни порттардың сол логистикалық. сіздің тәжірибеңізде оған әсер еткен өзіңіздің ойлануыңыз ба, жоқ әлде жетекшіңіз немесе оқыған университетіңіз немесе басқа да сыртқы факторлар әсер етті ме? Мен білмеймін. Тәжірибеңізден айтыңызшы. Қазіргі докторанттарға үлгі болу үшін. Мысалы, қазір докторанттар шынымен тақырып алып жатады, жетекшімен ақылдасады, мүмкін өзі таңдайды. Бірақ жаңағыдай көп жағдайда кең тақырып алынады, өте ауқымды. 3 жылда оны зерттеп үлгермей жатады, немесе үлгеріп уақыты жетпейді, немесе қамтымайды барлық направлениесін. Немесе жаңа әдістемесін білмейді. Яғни методологияны білмегендіктен, ол методологияны білмеу де үлкен проблема. Өйткені методология дегеніміз бір зерттеу жасау үшін қалай зерттеу керек деген сияқты жаңағы әдістері ғой, құралдары. Мынандай әдістерді қолданған кезде нақты нәтижелер аласың деген сияқты. Соны білмей жатады. Оны барып докторантураның 2-3 курсына барған кезде көз жетіп енді зерттеп түсініп жатады, бірақ докторантурасы бітіп қалады сонымен. Сонымен қорғау уақытысында қорғалмай жатады. Яғни бұның барлығы бір кешенді проблемалар да. Ал енді осыларды бір Не істеу керек тиімді шешу үшін, нақты бір қандай да бір мынандай деген сияқты бір бағыт, жол өз тәжірибеңізден жаңа атап өттіңіз ғой, ұсына аласыз ба? Мысалы, қандай жолды айтуға болады осыған қатысты? Мен бір макро, микро деңгейде айтып көрейін, иә. Макро деңгейде ол университеттер түскенде мынау негізі әкімшілікпен, бизнеспен өзінің мынау бағдарламасы бойынша докторантура дайындайтын байланыс керек басында. Сіз егер әкімшілікпен, бизнеспен, осы саладағы стейкхолдерлер дейді ғой, соларды жинап, вузда жинайсыз ба білмеймін, бір жерде жинап, солардың қажеттіліктерін дейсіз ғой. Иә, запрос жасау керек. Тіпті оларды келіп талқылап, қандай проблемалары бар таңдап, бірден жазу керек. Мына өндіріс ошағына мынандай тақырыптар керек. Мысалы, Алматы көлік басқармасын шақырасыз, сосын осы көлікті ұйымдастыратын, мен өз саламды айтайын, транспорт саласында ұйымдарды шақырасыз, тіпті бизнесті шақырасыз, автобус иелерін шақырасыз, сосын сұрайсыз, сіздерде Алматы қаласында қай көшелерде кептеліс қатты, қандай проблема бар зерттеуге. Сосын олар әрине тек бизнес мақсатта айтады, мына жерде, бірақ ол бизнес мақсат болғанымен қоғамдық өзекті тақырып, Енді осы тақырыптардың бәрі проблеманы жазып аласыз да, оны өзіңіздің университеттің ғылыми кеңесінде талқылайсыз. Біздің Алматы қаласында әкімшілік бизнесте мынандай проблема бар екен. Осыларға мына ғылыми академияда қандай көзқарас бар? Осыны ғылыми тақырып етсек қалай болады деп бір тақырыптар жасауға болады. Бұл қазір бізде магистрлер деңгейінде жасалынады, бір тақырыптар ұсынады. Бірақ олар да бәрібір жалпы да, нақты емес. Енді содан кейін сол ұсынған тақырыпты мүмкін докторанттарға ұсыныс ретінде айтуға болады. Тіпті сол тақырып мәселенің қасына әкімшіліктегі, бизнестегі контактілерді де қойып қоюыңыз керексіз. Егер осы тақырыпты зерттесеңіз, мына жерге барсаңыз болады. Олар сізге мынандай дерек береді десеңіз, тіптен керемет. Бұл
ол мынау әкімшілік административті тұрғыда не істей аламыз, иә, тақырыптарды тарылтуға. Ал екінші докторант жағынан да ол тақырыптарды өзі егер ондай тізім болмаса еш жерде, онда мен докторантқа айтарым, бірінші өзіңіздің салаңыз бойынша сізді қандай мәселе, проблема қызықтырады, қандай тақырып қызықтырады, сол тақырыпта қандай мәселе бар, проблема шешілмеген, айналаңызға қараңыз, немесе тіпті нақты ғылымдарда сол тақырыпқа жазған ғалымдарды оқыңыз, не проблема бар, соның ішінде мына элементтің мына элементке әсері болса, сол сізді қызықтырса, сол жерді ғана алыңыз. Сол тақырыпты нақты алыңыз. Қоғамда да өзіңіздің мамандығыңызға сай бір мәселе болса, сол мәселеге қатысты өзіңіз жаныңыздан шыққан тақырыптаңыз. Ол бүкіл Қазақстанның жүйесін, бүкіл саясатын зерттеуге шамаңыз жетпейді. Яғни сізден инициатива болу керек та, сол тақырыпты алғаннан кейін жетекшілерге барып, осыны қалай академиялық жасаймыз, соны қараңыз. Енді олар да сізге қиындық туғызып жатса айтуға, онда ғылыми дерек базаларынан кілт сөздерді енгізіп, сол тақырыпты оқыңыз. Осы тақырыпта бірақ кілт сөз білсеңіз болды. Мен айтқандай, құрғақ порт деген бірақ сөзге шықтым мен. Сол құрғақ порт деген сөзді бар ғылыми базаға жазып шықтым. Web of Science, Scopus бар, қандай бар. Google-дан бастап жазып шықтым. Google сізге жалпы ақпарат береді. Google Scholar бар, мысалы, мысалы да, ал оны да оқыңыз. Ал бірақ ғылыми Web of Science, Scopus-тан бастап, қандай осы салада зерттеу еңбектері бар, олардың тақырыбы қандай, бәрін жазып, бөлек блокнотқа жазып жүйелесеңіз, сіз жайлап өзіңізде академиялық тақырып құрастыруға деген бір ынта болады. Оны оны 2-3 нұсқасын жасап, ғылыми кеңеске апарсаңыз, олар оны не қылады, қарастырады. Бірақ олар айтуы мүмкін, бұл құрғақ порт сіздің магистрлік деңгей, бұл анау не деңгей деп те айтуы мүмкін, курсовой, курсовойдың деңгейі деп айтуы да мүмкін. Бірақ сіз тақырып өте шағын деп па? бірақ сіз қайтпаңыз. Мен кеңесім, оны сіз айтыңыз, жоқ, осы бағытта жазылған, міне Scopus'та 10 мақала бар, мынада 20 мақала бар, мынандай автор бар, міне осындайды ғалымдар зерттеген, енді мына жері зерттелінбей тұр деп, мен бір 4-5 ғылыми кеңесте осылай тек тақырыбымды қорғаумен жүрдім. Тіпті солай болды да. Әйтпесе бізде көп, міне бір тақырыпты бізде осы бизнестен келген кісілерде қиындық көп болады. Олар өзіне ғылыми жағынан сенімсіз болып тұрады да, бірақ практиканы өте жақсы біледі. Бар ресурсы да бар, мүмкіндігі де бар зерттеу жасауға. Мен сондай докторантым болса қызығар едім. Себебі оған ғылыми қалып берсең, ол кез келген бизнес проблемасын шешеді. Сосын ол кісілер былай келеді да, мен сияқты келеді, бірақ айтады осындай тақырып, осындай дейді. Сосын оған біздегі оппоненттер, жаңа кеңестің мүшелері айтады, жоқ, бұл түк ғылыми емес, негізі жоқ, бұл тек сенің бизнесіңе қызық, анау дейді. Содан ана кісі кетіп қалады ғой, бір 5 ай жоғалып кетеді. Білесіз ба, 5 айдан кейін уже бір жарты жыл докторантура кетіп қалады. Солай қайтып айналып, оны амал жоқ бір шақырғанда қайтып ол тағы соны зерттеп бір айтса, тағы құлатады ғой оны қызығы. Сонда біз келген докторантта жай қолына құрал беруді білмейміз да, бір әдіснамалық құрал беріп жіберсек, ал мынау бүгінгі искусственный интеллект, мынау баяғыдай бүкіл программа, формула білудің керек жоқ. Тіпті команданың өзін ChatGPT жазады сізге. Бірақ ғылыми жұмысыңызды ChatGPT жазады деген сөз емес. Сіз оған құрал бересіз, әдіснамалық ғылыми тұрғыда бір қалып бересіз. Соған менің ойымша бүгінгі әрбір докторант салып, жүйелі бүгіннен бастап бизнесіне барып анкета тарататын болса, бүгіннен бастап бүкіл статистиканы алып, жаңағы программаларға салатын болса, бүгін-ақ ол бір зерттеуге бір нәрсе әкеледі. Сіз ойлайсыз, Scopus'қа шыққан барлық мақалада бір сұмдық нәтиже бар деп. Ондай емес, ол жерде просто сізге айтайын. Жоқ, бірақ қана зерттеу проблемасы бойынша жақсы бір нәтиже бар. Ол статистикалық дәлелденген нәтиже. Сіз оны құлатамайсыз. Сондай дәлелденген нақты зерттеу бар нәрсені Scopus басады ол. Яғни біз бүгіннен бастап адамдарды оқуға түскеннен айтуымыз керек. Сен зерттеу жасауың керек деп, мақала шығаруың деп айтпауымыз керек. Біз сен өзіңнің проблемаң бойынша зерттеу жаса. Зерттеу жасау үшін мынандай құрал бар, мынандай программа бар, деп беруіміз керек. Тіпті бүкіл университеттер бүкіл программаларға подписка жасау керек. Сонда
бір ана келген балалар ынтасы оянады да, мына ғылыммен айналысуға болады деген, ол қызық екен ғой деп. Мгм. Неге сонда кезінде айналысқан, жаңа сіз айтқандай үлкен ғалымдарымыз, оның бәрі ақымақ кісілер болған ба ғылыммен айналысқан сонда? Мгм. Біз өзіміз ғылымды бір анандай музейде тұратын бір антиквариат зат қылып қойғанбыз да. Мгм. Келген адамға жоқ жоқ ұстама шаң қыласың, ұстама бұны шаң қыласың деп қуып жібереміз. Мгм. Ол жоқ, ол ғылым деген ол шаң қылатын, бұзатын, құртатын нәрсе емес. Ғылым деген ұстап, көріп, мыжитын, мына жас баланы Иә. бірдеңе бүлдіріп атса, жоқ, ұстама, құйма, төкпе дейміз ғой. Дәл сондай подход бізде докторанттарға, Мгм. түсінесіз бе? Мгм. Мгм. Жас ғалымдарға сондай подход үлкендерден. Жоқ, ана балаға қазір бәрі айтып отыр ғой, ұстасын, мыжысын, жыртсын деп. Сол сияқты әрбір докторант зерттесін, көрсін, жазсын, Қателессін дейсіз ғой. қателессін. Мгм. Қателескен нәтижесі де ол нәтиже. Ғылымда нәтиже болмайды деген жоқ. Нәтиженің бәрі нәтиже. Сондықтан теріс нәтижемен де сіз скопусқа жазсаңыз шығарады олар. Айтады, міне Қазақстаннан теріс нәтиже шығыпты деп. Сондықтан біз ғылымға келген адамның мотивациясына жоғалтып алмауымыз керек та. Әйтпесе көп докторант түскеннен докторантураға түсу деген Құдайға шүкір қазір престижно. Мгм. Оған түсу адамдарға бір статус сыйлайды. Сол бір жылы мен айтамын, олар эйфориямен жүреді. Мен докторантпын, дәрежелі докторантпын деп. Бірақ ол бірінші, екінші ғылыми кеңестен кейін оның бәрі су сепкендей басылады да. Бірінші жылдан кейін уже көп кейбіреулер кетіп те қалады дейсіз жатады. ғой. Ал 60-70% қорғамауының себебі біз PhD бағдарламасын дұрыс ұйымдастыра алмауымыздан себебі. Мгм. Бұл бір, екіншіден жоғарыдан әбден библиометриялық қысымға тіреп қойғанымыздың нәтижесі. Бір жаңағы скопусқа байлап. Ол скопус ол тіпті жайлап жылдан жылға сәл жаңа жұмсартып жатыр ғой, кейбір гуманитарлық бағытқа Алып скопус тастады. талап емес деп. Иә, сондықтан оған докторант келеді, бірақ оған біз басынан бүгіннен бастап зерттеу жасауды үйретуіміз керек та. Мгм. Зерттеу жасауға кірістіріп жіберуіміз керек. Бүгін пилотаж жасап кел деуіміз керек. Әрине оған әдіснама үйретуіміз керек. Мгм. Жақсы, өте дұрыс айтасыз. Шындығында қазіргі уақытта докторанттар, жастар ғылымға келіп жатқан рас, көптеп келіп жатыр. Бірақ ұйымдастырылу проблемасы бар, проблемасы бар шындығында. Енді осы жалпы ғалымдар дейік, жастар дейік, ғылымға келгенде жаңа айттық қой, көп жастарда әлі де белгісіздік болып жатады. Ғылымға келді, бірақ белгісіздік әлінде тұрады. Жарайды, мен ғылымға келдім, ал ары қарап не істеймін дегендей. Сондықтан жалпы жастарды ғылымға тартуда негізгі мақсат не болу керек? Жалпы жастар ғылымға не үшін келу керек? Не мақсатта келу керек? Бір сіз айтқандай зерттеу саласымен ба, жоқ әлде ғылымда белгілі бір, мысалға Сәтбаевтар сияқты елдің ғылыми потенциалын көтеру, елге үлкен қызмет ету, елдің ғылыми әлеуетін арттыру үшін келу керек деген сияқты бір үлкен мақсаттар қою керек па? Жоқ әлде қарапайым өзіңнің зерттеуіңді жаса, кел деген сияқты бір қызығушылық тудыру керек па? Яғни жастар ғылымға келгендегі мақсат не деген сұрақ қой. Заңды сұрақ. Жаңағы сіз айтып жатқан бүкіл баяныңыздың негізгі сұрағы, түйіні не болу керек сонда? Жастар ғылымға не үшін келу керек? Әрине, ғылымға қызмет ету үшін бір сенде мына қоғамға пайдам тигізсем деген бір сондай бір қарапайым дүние болу керек. Қоғам ол сенің мемлекетің, сол қалаң, Қазақстан ол да. Мгм. Ол бірақ бізде ғылымда айтады, географиялық байлану болмау керек дейді. Тақырып таңдағанда айтқанда, біз оның географиялық ерекшелігіне көп не қылмау керек дейді да. Тек Қазақстан үшін өзекті тақырып таңдамау керек дегенде айтады да. Ғылымның аясы кең ғой. Бірақ дегенмен де сен өзіңнің мына ортаңнан асып кете алмайсың да. Сол ортада ертең зерттеуіңді жасайсың, апробацияң бәрің сол ортада жүреді. Өндіріске енгізгің келеді, иә. Сондықтан әрине сен өз қоғамыңның мәселесін шешуің керексің. Сенің ойыңда әрине сол қоғамды, елді дамытам деген бір патриотизм әрине болу керек. Ондай идеология әрине керек. Ол қоғам мен ғылым, мемлекет дамуы бәрі бірге болу керек та. Олсыз болмайды, ол ондай идеологиясыз. Жақсы. Бұл түпкі мақсат. Иә. Ал бірақ жаңағыдай шағын зерттеулер құралып,
сол қоғамның мәселесін шешеді шешеді да. дейсіз ғой. Біз қанша елді дамыт деп айқайлағанмен, қарапайым Алматы қаласындағы кептелісін мәселесін ғалымдар отырып, қоғам отырып шеше алмасақ, бұл осы сын деп ойлаймын. Елдігімізге сын. Сырттан біреу келсе айтады ғой мына жерде зерттемейсіздер ма не деп, Мгм. мысалы. Жақсы. Ол сол үлкен елге қызмет ету қарапайым нәрселерден Басталды. басталу керек, иә. Жақсы. Қорытынды сұрағымыз, жалпы жас ғалымдарға қысқаша қандай кеңес айтар едіңіз? Үлгі боларлықтай. Жас ғалымдар не нәрселерге көңіл бөлу керек? Не нәрселерді өзіне ұстаным етіп алу керек? Мгм. Мынау жас ғалым болып, өзін осы салада Көру үшін. көріп, ары қарай ғылымда өзінің перспективасын көру үшін, енді оған мен дәл қазір өзім не істеп жатырмын, мүмкін соны айтсам сол қызық болар Мгм. мүмкін. Себебі мен бәріне ақыл айта алмаймын да, мен қазір академик емеспін. Осы академик болу үшін мынаны істейсің, мынандай халықаралық олимпиада осыдан қатысасың дейтіндей. Бірақ дегенмен де мына жас, егер осы өзімді ғылым саласынан көргім келеді, көрем дейтін болсаңыз, онда әрине сізге мына ғылыми байланыс керек біріншіден. Ғылыми нетворкинг керек үлкен. Себебі ол сіздің тек қана өзіңіздің зерттеу тақырыбыңыз емес, соның практикасымен жақсы таныс болуыңыз керексіз. Сосын халықаралық байланыс керек. Сосын әрине ол тіл білу деген уже ол жаңалық емес, әрине тіл білу керексіз. Екіншіден, осы салаңыз бойынша мына зерттеу жасағанда сізде мақсат библиометрия болмау керек. Бізде ғылымды өкінішке орай скопустағы қиршамен өлшейді. Жас ғалымдар да сұрайды, сіздің қиршаңыз қанша деп, аз болып жатса, Айтқандай, сіздің қиршаңыз қанша? мен қиршам 7, бұл Жақсы. қирша 10 жылда келді. Ол әр жылда бір қиршадан, себебі әр ғылыми еңбек жазылған сайын Бұл да, значит, бір өлшем қирша болып тұр ғой. келді. Мүмкін ол да өлшем, бірақ ол жаңағыдай ғылыми жұмыстың Негізгі өлшем емес нәтижесімен дейсіз ғой. келеді. Мен жастарға айтатын, сізге қирша негізгі мақсат емес. Мақсат, сіз бір өзіңіздің тақырыбың, тіпті PhD да ол корочка. Ол да мақсат емес. PhD да корочка. Ал мына бүкіл елге қызмет етем, Қазақстан дамытам деген нәрседе жақсы, бірақ сіз онымен отбасыңызды асырамайсыз. Сондықтан сізде бірінші, екінші мақсат тек мемлекет беретін гранттық қаржыландыруға байланбауыңыз керексіз. Басынан жүйелеп айтып берейін ба? Жаңағы библиометриядан Жақсы айттыңыз негізі. Тоқтаңыз, тағы да ойым келді деп пе? Ғылымда өзін көретін жас адамға айтарым, бірінші мақсат ғылым бұл тоқтамай мақала жазу емес. Қиршада 7, 8, 10-ға жету емес. Ол сіздің жазған зерттеу жұмыстарыңыздың нәтижесі ғана. Сондықтан сіз библиометриялық, публикациялық мақсатқа жұмыс істемеңіз. Мен қазір мысалы күні-түні жазсам мақала, тоқтамай жазсам, мен қиршам 20 болады. Түсінесіз бе? Тоқтамай жазып, бүкіл байланысымызды қосып, қиршаға жұмыс істесем, қазіргі қиршам 7 емес, 20-25-ке жеткізе аламын. Білем мен оның жолын. Мысалы да сондай ғалымдар бар өкінішке орай. Ондай мақсат болмау керек. Жастар қиршаға жұмыс істемеу керек. Ол жай библиометрия, оның аты бірақ сөз, библиометрия. Өлшем. Библиотекалық өлшем ол. Түсінесіз бе? Сізде басқа мақсат болу керек. Сізде өзіңіздің ішкі зерттеушілік қабілеттеріңізді ашып, мына қоғамға қызықты, ғылымға қызықты бір зерттеу жазу, сол зерттеу жасау нәтижесі арқылы, оның нәтижесін тек мына кітапқа енгізіп қана қою емес, ары қарай тарату, соның стейкхолдерларына дейін жеткізу, сондай мақсат болу Қоғам керек. игілігіне ұсыну. Мен мысалы PhD докторантура жұмысымды қазір оқулықпен монографияға айналдырып жатырмын. Себебі ол сол деңгейде сайтта қалып қойса, қалып қояды. Ал ары қарай оны мен ағылшын тілінде жаздым, енді қазақша, орысшада бүгінгі заман талаптарын қосып, оқулық пен монографияға айналдырып, соған өзім енгізіп жатырмын да. Сізден басқа ешкім енгізбейді оны ғылыми айналысқа. Яғни сізде мақсат бір жасаған жұмысыңыздың біреулерге пайдасы тиюді. Солай. Сосын ары қарай мақсат сізде тек қана ғылымда қызмет істеп жүріп, сондай ғылыми бір жылдан жылға стипендия, атақ, академик болу емес.
түпкі мақсат ғылымда сіз осы бүкіл қоғамыңызды, айналаңызды өзгерту. Академик болу үшін менің ойымша сен қоғамды өзгертуің керексің. Сол қоғамды өзгерте алатындай бір нәрсе жасауың керексің. Сонда сен академик деп айту керек адамдар. Мысалы, сіз білетіндей академик алмаған дала академиктері қаншама қоғамды өзгерткен. Сол үшін сізде бір сіз айтқан мақсатқа, мәнге, мүддеге енді келдік. Яғни сізде бір қоғамды, бір айналаңды өзгертуге деген бір ұмтылыс болу керек та. Тек сол ұмтылыспен баяғыдай дала кезіп, жер кезіп, тамақ ішпей, бала шағаңды ұмытып өмір сүретін ондай заман емес қазір. Қазір сіз айтқандай ғылымда мүмкіндік көп. Ол мемлекеттік гранттар. Бұл бір-ақ жол. Екінші жол ғылыми Қазақстанның стипендиялары бар, сосын халықаралық стипендиялар бар. Соған ұмтылыңыз. Сосын халықаралық гранттар да бар, көп оқу бағдарламалары. Немесе Қазақстанның өз ішінде сіз егер де сондай бір қауымдастықтарға шығып, мен мына мәселені зерттей алам десеңіздер, сізді жаңа зерттеуші қылып жалдайтын адам, ұйымдар бар. Сіз зерттеуіңізді жан-жақты айналысу керексіз ғой, академиямен де, практикамен де, сосын оны мына қоғамға, ғылымға, айналысқа енгізумен де. Сосын 4-ші, 5-ші бағыты ол сол жасап атқан дүниеңізді айту. Сол нәтижеңізді айту, тарату. Сосын тағы бір бізде көп айтқысы келмей ма, білмеймін, қалып қоятын нәрсе қалай жасағанын айту. Ол әдіснамамен бөлісу. Бұл бізде мына советтік менталитет. Сен бүкіл мынау мақалаңда методология бөлімін жазбау, себебі анау көріп қояды қалай жазғаныңды. Бұл білесіз ба? Бұл советтік менталитет. Ал батыстық академиялық менталитет, сіз жасаған жолдың үтір нүктесіне дейін жазуыңыз керексіз. Бірақ талап бар методологияны жазғанға, білесіз ба, мақала жазғанда қандай? Соны оқыған адам, сол саланың адамы соны қайталай алу керек. Оқып, қайталап көріп, дәл сіздікіндей нәтижеге жету керек, болмаса басқа нәтижеге жету керек. Көрдіңіз бе? Сонда бізде ғалым адамдар, жас ғалым болсын, үлкен ғалым, академиктер болсын, сол нәтижеге қалай жетті? Соны мақаласында жазу керек. Болмаса, ол мақалаңызды ашып оқымайтын болса, оған да ренжімеңіз. Айтыңыз, жаңағыдай семинарға айтыңыз, қатысыңыз, конференцияда сөз бере ме, әдіснамаңызды айтыңыз. Бізде әдіснамамен бөлісу деген бір мәдениет жоқ. Әдіснамамен бөлісу керек. Неге? Сізге осы мүмкіндікті пайдаланып айтайын. 500 ғалым, қайда 500 ғалым? Қайсысы өзінің әдіснамасымен бөлісіп, жыл сайын айтып жатыр? Сол оқып келген нәрсесін. Давайте 500 ғалымның әдіснамалық мектебін ұйымдастырайық. Оқып келді ғой. Немесе бүкіл грант ПЦФ-ларда жасаған жұмыстардың нәтижесі. Әдіснамасын айтсын. Анау Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Қарағанды тыңдасын, анау региондар тыңдасын. Тыңдасында айтпақшына экономика институты былай жасапты ғой, мына әдебиет институты былай жасапты ғой, бізде жасайық десін. Тым болмаса келіп тіпті ақылы стажировкаға өтуге деген қызығушылық көп. Келсін де кеп үйренсін сол стажировканы, келсін өтсін сол жерден. Сонда бізде ғылымда адамдарға ашықтық керек. Сонда ол ғылымды бір адам жасамайды, қоғам жасайды, оны бәріміз айтып жүрміз, бірақ соны жасамай жүрміз, өкінішке орай. Барлығы мен шыңның түбіне, шыңына мен жетсем деп ойлайды да, осы тақырыптың ғалымы Қазақстанда мен біреу-ақ болсам деп ойлайды. Ондайды ертең ғылыми әлемдік қауымдастық сізді қоспайды. Ол ғылыми кеңістікте. Бірақ адамсыз, сіздің школаңыз болу керек. Ал академик болу үшін мектеп қалыптастыруың керек. Ал ол үшін сен өзіңнің айтқан нәрсеңді, жасаған дүниеңді, мен бүгін бір зерттеу нәтижесіне жеттім ба, соны қалай жасадым, ертең айтқым келеді. Айтпасам ішімде қалып қояды да. Сондай бір бізде ғылымда адамдарға ашықтық керек. Сонда біздің мынау жастар да үйренеді, көз ашылады, бір-бірімен үйренеді, мына дискуссиялық кеңестер болады дегендей. Сондай бізде бір ғылыми этикада осындай бір ашықтықты қалыптастыруымыз керек. Өте орынды. Шындығында Президент жанындағы ұлттық ғылым академиясы Қазсайнс подкастының мақсаты да сол. Яғни ғылымды қоғамда насихаттау, әсіресе жастардың ғылымға келуі, жастардың ғылыми коммуникациясы, ғылыми мәдениетті дамыту. Сол мақсатты көздеп подкаст жасалып жатыр. Яғни жастар арасында ғылымды кеңінен насихаттау, трендке айналдыру. Осы мақсатта өте орынды айтып отырсыз жаңа ұсыныстарыңыз. Ғылым
ол көпшілікке танылу керек. Ғылымның нәтижелері, ғылым жетістіктің нәтижелерінің барлығы көпшілік арасында қоғам игілігіне жарау керек, қоғам игілігіне пайдаланылу керек, көпшілікке тарау керек. Кез келген ғылыми нәтижелер, зерттеулер қоғамның арасында талқылану керек. Немесе қоғам оны көріп білу керек. Көп рахмет Айсұлу ханым, арнайы студиямызға келіп, өте мазмұнды, өте қызықты сұхбат бергеніңізге. Сұхбатымыз өте қызықты өтті деп ойлаймын. Арнайы қымбатты көрермендер, арнайы каналымызға жазылып, лайк басып, комментарий білдіріп, ұсыныстарыңыз болса жазсаңыздар болады. Бүгінгі сұхбатымыз өте мазмұнды, өте қызықты өтті деп ойлаймын. Көп рахмет сізге тағы да. Рахмет.